Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі ерекше болып шығатын грушевый тарт рецептісімен бөлісемін. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Видеоны міндетті түрде толығымен соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен алмұрттарымызды бірнеше бөлікке бөліп, жарты лимонымызды салып, бірнеше минут қайнатып аламыз. Қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге керек қант, ұн, жұмыртқа және де сары май. Барлық ингредиенттерімізді бір ыдысқа салып, біркелкі болғанша араластырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын, осылай болып шығады. 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май және де жұмыртқа қажет. Барлық ингредиенттерімізді қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Сары майымызды міндетті түрде микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Біздің массамыз қатты қою немесе қатты сұйық болмау қажет, видеодағыдай болып шығады. Қамырымызды формамызға орналастырып шығамыз. Содан соң үстіне алмұрттарымызды орналастырып, үстіне кремімізді құйып шығамыз. Пирогымызды 170 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Пирогымыз өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.